7-де 11-ші есеп алгебрадан тік төртбұрыш ромб шаршының барлық саны 20, оның 14-і. Ромб 9-ы тік төртбұрыш шаршының саны қанша дейді. Енді бізде мына жерде ен ромбтар жиынын 14 деп алдық, ен тік төртбұрыштар жиынын 9 деп алдық. Мына жерде ен ромб пенен тік төртбұрыштың жоғары қарай тұрғанда бірігуі болады ғой, 20. Мына жерде барлығы тік төртбұрыш ромб шаршының барлық саны 20 деп біледі. Сонда ромб пен тік төртбұрыштың 20 деп аламыз бірігуі. Бізге шаршының есепте шаршының саны қанша деп тұр. Мына 14-ті ромбтардың жиынын 14-ті жазып қойдық. 9-ы тік төртбұрыштардың жиынын жазып қойдық. Ен деп бірігуін жазып қойдық. Бірігуін жазып тұрғанымыз барлығы тік төртбұрыш ромб шаршының барлық саны 20. Оны бірігу деп жазып алдық. Енді бізге табуымыз керек шаршының саны. Шаршының саны дегеніміз қиылысуы, ромб пенен тік төртбұрыштардың қиылысуы қанша екенін табуымыз керек. Шаршының қанша екенін табуымыз керек қой. Сонда шаршы ромбқа да тік төртбұрышқа да жатады ғой. Сонда біз ен бірігуі, ромб пен тік төртбұрыштың бірігуі тең. Ен ромб, мынау ромб, осы ен тік төртбұрыш алып тастаймыз. Ен ромб пен тік төртбұрыштардың қиылысуын. Енді осы жерден біз ен жиынын, ромб пен тік төртбұрыштың қиылысуын табуымыз керек. Сонда бізде 20-дан мынау ен бірігуі 20 болды. Есептің берілгенде мына 20 тұр ғой. Осының орнына 20-ны қойдық. 20 тең ромбтар жиыны 14, тік төртбұрыштың жиыны 9 алып тастаймыз. Ромб пен тік төртбұрыштың қиылысуын. Сонда бізге ромб пен тік төртбұрыштың қиылысу жиыны тең болады. 23-тен 20-ны алып тастаймыз, 3 болады. Есептің тең шарты бойынша шаршының саны 3. Бұл алгебрадағы 7-де 11-ші есептің шешуі. 7-де 8-ші есептің шешуі. 7-де 8-ші есептің берілгенінде 42 оқушы математикадан, 37 оқушы информатикадан, 19 оқушы 2 пән бойынша олимпиадаға қатысты. Осы пәндер бойынша олимпиадаға қанша оқушы қатысты? Енді бізде 42 оқушы математикадан, 37 оқушы информатикадан, 19 оқушы 2 пәннен де дейді. Ен А жиыны 42 оқушы болады, ен В жиыны 37 оқушы болады. Минус ен А, не жерде екеуінің 2 пәнге де қатысқандықтан, не жерде қиылысу болады. Табуымыз керек. Осы пәндер бойынша олимпиадаға қанша барлығын табуымыз керек. Бірігуін жиындардың бірігуін табуымыз керек. Шешуі 42-ке 37-ні қосамыз. Бірден шешуін жазып кеттік. Мына жерде ен А 42 қосу ен Амыз 42 болып тұр. Ен В жиыны математикадан, информатикадан тапсырған оқушылардың жиыны болып тұр. Мына жерде екеуінің қиылысуына ен А және В-ның қиылысуы, бұл математика мен информатикадан қатысқан оқушылардың қиылысуына 19-ды жазам. Сонда барлығы математика мен информатика 60 оқушы қатысты дейді. Енді 60-тан алып тастаймыз 19-ды. Сонда 42 қосу 37 минус 19 қой есептің шешуі. 42 қосу 79 минус 60 математика мен информатикаға қатысқандар. 42 минус 19-ден 23. Таза математикаға ғана қатысқан оқушылар, таза информатикаға ғана қатысқан оқушылар. Есептің берілгенде математика мен информатикаға ғана анық еді ғой. Енді бұл жерде біз 2 пән бойынша олимпиадаға қатысты дейді. Информатикаға қатысқандарды таптық. 19 оқушы екеуіне де қатысты. Мына жерде Вен диаграммасы бойынша көрсетіліп тұр. Математикадан 42 оқушы қатысқан, информатикадан 37 оқушы қатысқан, 19 оқушы математикаға қатысқан, информатикаға қатысқан. 19-ға 18-ді қоссақ 37 шығып тұр. 19-ға 23-ті қоссақ 42 шығып тұр. Келесі оқушы оқулықтағы 7-де 7-ші есеп
есеп. 12 оқушы математика және физика емтиханын тапсырды. 12 оқушы математика және физика бойынша емтихан тапсырды. 2 емтихан бойынша 1 оқушы математикадан, 3 оқушы физикадан, 2-ге 1-ді қоссақ физика болып тұр ғой. Физикадан 1 оқушы 2 пәннен де емтихан тапсыра алмады. Үлгерімі төмен оқушылар саны қанша? Енді бұның шешімін диаграмма бойынша көрсетсек, 12 оқушы математика және физика бойынша емтихан тапсырды дейді. Барлық 12 міне математика, қосу физика тең 12 деп жазып қойдым. Бізге 2 емтихан бойынша 1 оқушы математикадан 3 оқушы дейді. Мінекей математикадан 1 оқушымыз мынау тұр. Мына жерге нүкте қойып қояйық. Математикадан 3 оқушы дейді. Bir оқушы математикадан екен, міне. Бір емес, бірге 0-ді қоссақ 1 болып тұр. 3 оқушы дейді. 3 оқушы физикадан тапсыра алмады дейді. Олай болса, 2-ге 1-ді қоссақ 3 оқушы, біз тапсыра алмаған оқушылар ғой. 1 оқушы 2 пәннен де, мына оқушы физикадан да тапсыра алмаған, математикадан да тапсыра алмаған емтихан. Бізге есептің мақсатында үлгерімі төмен оқушылардың санын табу керек. 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. Барлық 12 шығып тұр. 1 оқушы математикадан тапсырмады, 3 оқушы физикадан тапсырмады. Жауабы 3. Тапсыра алмаған оқушыны шеңбердің қиылысуына жазамыз деп мына жерде жазылып тұр. Бізге 12 оқушы математика және физикадан емтихан тапсырды. Бұған назар аудармай, бірден 2 емтихан деп диаграмманы математика менен физика ғана құрып, ортасына 3 оқушы физикадан, 1 оқушы 2 пәннен де, 1 оқушы 2 пәннен де деген сөзге қарап, қиылысуына қоя саламыз 1. Енді физикадан 3 деп тұр ғой. 1-ге 2, мына жерге 2 қоямыз. Мынау 1 менен 2 физиканың диаграммасының ішінде тұр ғой. Сондықтан 2-ден 1-ді қоссақ 3 шығып тұр. 1 оқушы математикадан деп тұр. 1-ге 0-ді қосамыз 1 болады.